Жол саласы түйінді түйткілі мол сала. Бәлкім содан ба, әлде Күлтөбенің басында күнде жиынның кебі ме? Көлік министрі Марат Қарабаевтың баспасөз конференциясы 2 рет артқа шегерілді. Әдегенен жаман ойға бармадық. Сонысымен қоймай, түйенің етін жеген жеңгейдің толғағындай созылған жиынға министр тағы кешігіп келді. Да, у нас плановое совещание было, которое длилось дольше, чем положено. Это первое. Второе, два раза переносили. Она также связана с графиком, с моим графиком первый. Второй раз мы в этом здании еще Министерство промышленности и строительства. У них ряд мероприятий, несостыковка была, поэтому мы уступили данный зал в Министерство промышленности. Я приношу извинения за принесенное неудобство. Хош дедікте көпшілік көкейінде жүрген сауалдардың тетігін ағыттық. Ақылы жол, айналма жол, сапасы жол, бір сөзбен айтқанда тар жол тайғақ кешу. Біз айтамыз ғой, туризм түлетеміз, туризм дамытамыз дейміз. Біздің жолымыздың Көлсай мен Қайындыға апаратын жолдың сіз сиқын көрсеңіз. Жолдарының жағдайы төмен 30, қазір міне биыл 2024 жылдың басы бойынша 36%. Сосын биыл ол жақтағы басты жолдардың құрылысы бітеді, нәтижесінде 52% жаңағыдай қанағатты жол деген, жақсы және қанағатты жолдан. Сонда жаман жол 48% болып тұр. Цифрларға сүйенсек сүйсінуге болады. Жолдарымыз айнадай сырт көзге мінсіз боп көрінеді. Алайда көктемде қармен бірге еріп кетуге дайын сапасы жолдың жайын қайда қоямыз? Бізде арнайы заң бар жол туралы. Заңында әр мынау жолдың категориясымен қандай сондай құрылыс жұмыстарын жүргізу керек туралы бөліп тастаған. Оның ішінде орта жөндеу, оның ішінде реконструкция, оның ішінде құрылыс жолдар дейді. Бірақ енді бізде оның астында подзаконный акт дейміз ғой, ережесі бар. Ол ереже мынау тұрған заңға сәйкес келмейді біріншіден. Екіншіден орта жөндеу мен құрылыс жұмыстарын да жүргізіп жатыр. Яғни мысалы кейбір учаскелерде бұрынғы асфальттың қайтадан қалпына келтіру жұмыстарына арнайы сай орта жұмыс жүру керек болса, ал кейбір жерде жұмыс жаңағы жол жоқ жерде құрылыс жұмыстарын жүргізудің орнына орта жөндеумен кетіп жатыр. Орта жөндеудің неге кетеді? Оған жобалық сметалық құжаттың жасаудың қажеті жоқ. Одан жаңағы сараптамадан өтудің қажеті жоқ. Солардың мақсаты мынау біз арзан жолға арзан сесек көбірек жол істейміз дейді. Бірақ сол арзандықтың арқасында соғылған жолдың сапасы өте төмен болып, ендігі жылы бәрі қирап қалып жатыр. Мынау Семей бойынша айтыңызшы, Семейдің жолы республикалық жолы неге тарғып салынған? Желінеді ақшасының бәрі. Мысалы, жоспарларында көрсетеді осынша деп. Оны қадағалау, жөндеу. Енді бір мысалмен айта салуға болады. Өткенде Атырау облысында опырылып кеткен жаңадан жасалған жол, сонда қаншама көлік зардап тартты. Бізде де мысалы Алматы мен Астананың тас жолында күніне қанша адам өліп жатыр. Негізгі себеп жаңа жолдың бітпеуі, сосын тар жерлері көбі озуға шығады, өйткені жүк көліктері көп, шудың құрылысына дейін мысалы. Сондай қиыншылықтар. Жұмсалған қаржыларды қалай кім тексереді негізі? Негізгі бірінші жаңа жоғарғы аудиторлық палатаға сұрақ қойды ғой, Ермат Серказова. Сол сияқты тексеру керек, бірақ кісінің жауабы күмәнді болды, қарастырамыз деген. Нақты алу керек. Кімде кім алды, ол жауапкершілігіне мойнына алып қана қоймай, соған тікелей кінәлі адамдар жауап бермейінше бұл тоқтамайтын процесс. Мен мысалы жол мәселесі осымыз. Өтіретін 10 жыл болды ғой, осы сұрақтар. Түгел осы сұрақтар. Жауапты сол стандарт қарастырамыз. Және министрдің жауабы 100% жемқорлықта. Жол, көлік саласы біздің еліміздегі ең күрделі салалар. Бұған бөлініп жатқан қаржы да шын мәнінде есеп жоқ. Мемлекеттік лимитпен бөлініп жатқан қаражаттың сыртынан бөлек құрылған осы Қазақстанда республикалық облыстық маңызы бар дәліздерді жаңғыртуға байланысты үлкен жоспарлар бар жасалған. Оған жаңағы бөлінген лимиттен бөлек мемлекеттік қордан да бөлек қаржы қарастырылып жатыр. Оның сыртында шетелдік банктерден зайым дейді ғой, қарызға алып та жол салу мәселелерінде қарастырып жатыр. Сонда қаржы бір емес 3 жақтан түсіп жатыр бұл министрлікке. Республикалық жол Тараз-Алматы жолының ортасында аяқталмаған жерлердің бар екені бізге белгілі. Айналма жолдар, бұл жолаушылар шаршатып жатқан болатын. Біз
қазір министрден жауабын білетін боламыз. Баннерге шыққанда бәріңіз бірге салады. Алматы облысындағы Тараздың республикалық Тараз Алматы облысы бойынша Тараздың жолы бітеді. Алматы облысы басталған кезде 50 километр неге шағыр? Ұзынағашықтар ғой, ұзынағашықтар айтып ғой. Осы сұраққа жауап беріңізші онда. Сіз баннерға шығатын болсаңыз. Ұзынағаш отар жолы ғой, дұрыс па? Оның ұзындығы 42 шақырым. Бұл жоба 2019 жылы басталған. Негізі бірнеше рет оған не себеп болған? Ол шетелдік даму институты тарапынан қаржыландырып отыр. Соған сәйкес оның конкурстық жүйесі, яғни мердігер компанияны айқындау, сол халықаралық қаржы институты тарапының конкурстық жүйесімен өткізіледі. Яғни тек Қазақстанда емес, шетелінде компания соған қатыса алады. Неге созылып кетті? Алғаш рет сол жолды жөндеуді, яғни толық құрылысын жүргізуге Азербайжанның бір компаниясы жеңімпаз болып табылды, мердігер болып табылды. Сосын бір жылдың ішінде ешқандай жұмыс жасамады. Екінші, Түркияның екінші компаниясы жеңімпаз болып табылды. Ол да мүлдем жұмыс жасамады. Тағы да келісімшарт бұзылды. Міне қазір былтыр сол даму институты, шетелдің қаржыландыру институты басынан конкурс өткізіп, осында Қазақстанның компаниясы жеңімпаз болып табылды. Шетелдік құрылтайшымен, бірақ Қазақстанның компаниясы ол былтыр құрылысын бастады. Сол 42 шақырымда биыл біз толық астыңғы тораппен қозғалыс қамтамасыз етеміз деп отырмыз. Келесі жыл түбегейлі жұмытты жолды іске қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Жол тарифінің қымбаттайтындығын айтқан болатын. Бір жерлерде 50%-ға дейін, бір жерлерде 20-30%-ға дейін қымбаттайтын айтқан боласыздар. Енді мен қояйын деген сауалым, ақылы жолмен жүріп өттім, сапасы көңіл көншітпеді. Жол бойындағы қоғамдық әжетханаларда көрдік. Санитарлық талаптар мүлде жоқтың қасы. Қандай негіздемеге сүйене отырып көтеріп жатсыздар? Қызмет сапасы әлгіндегідей болғанда. 1 км шақырымы 1 теңге, 1 теңге 20 теңге қазір. Бүкіл әлемде мүмкін ең арзан жол шығар ақылы жолдардың арасында. Әлемде. Өйткені тұра тұрған көршілес елдеріміз баршасында ең аз дегенде 5 есе қымбат бізден. Кейбір жолдар бар, мысалы Москва мен Казан жаңа жол салынды, 25 теңге болады. 25 теңге, 25 есе қымбат. Сондықтан біз ақылы жолда не үшін айтып жатырмыз, көтеріп жатырмыз деген. Оның ертең мен бірнеше рет айттым. Ақылы жолдан ең көп бізде шетелдік көліктер жүріп жатыр. Олар толыққан төлеу керек деп. Содан түскен қаражат ертең біз соны жолдың жаңа сіз айтып отырған ақауларын жөндеуге бағыттаймыз. Яғни жолды жақсы жағдай күтіп ұстауға бағыттаймыз. Оған қоса жаңағыдай сіз айтып отырған жолдың қасындағы инфрақұрылымды дамытуға бағыттаймыз. Оны реттейміз. Ол жақта күннің ыстық болған есебіне, ол жақта жаңағыдай бетонды жолдар ғой. Сол бетон бірден атылып бастады, деформациялық шок қойылмаған есебінен болды. Оны қазір біздің мына институтымыз бар, Каздорный, ол кісілер барып, бірге зерттеп, арасын кесіп, жаңағы деформациялық шоктар қойып жатыр. Білеміз, енді жолдың бойында жолдың тарифі, көліктің тарифі қандай, жеңіл көліктің тарифі қандай, ол бізге ясно, өйткені жазылып қойылған. Ал енді ақылы жолды тұтынушы жүргізушілердің құқықтарына нелер кіреді? Ақылы жолдың бойында келе жатырмыз, көлігіміздің қосалқы бөлшегі сынды, бұзылды. Ақылы жол тарапынан, компания тарапынан қызметті пайдаланушы қандай жағдайлар жасалынған? Әрине, сұрағыңызға рахмет. Біз өз тарапымызда 1403 колл-центріміз бар. Сол арқылы хабарын бере аласыз. Қай жолда қандай апат болғанын. Бірақ сіз қазір көтеріп отқан мәселеңіз компенсация мәселесі. Соны көтеріп отырсыз ғой, Жоқ, қандай көмек көрсетіледі компаниядан? Қандай көмек? Көмек 1403 арқылы хабарласқанда біздің қызметкерлеріміз, мысалы машинеміз, көлігіміз жарамсыз болып қалса, біздің қызметкеріміз сізді арнайы техникамен тіркеу немесе эвакуатормен мүмкіншілік болса алады, ең жақын жерге жөндеу станциясына алып келеді. Ал халықтың басым көпшілігі білмей жатады. Дұрыс, рахмет біздің де құқығымыз ескеріліп, мәселен тарифтер ілінген бағананың бір бұрышына тұтынушы құқығында енгізіп қойсаңыздар, халық хабардар болса. Рахмет. Қарағанды Балқаш тасжолы жалпы жүргізушілердің арасында өлім трассасы аталып кеткеннен хабардарыңыз бар ма? Өйткені екі ғана полосасы, екі ғана жолақ болған дейін іске қосылды да, екі жолақтағы жол көлік қатынасы қиындап, биылғы жылдың өзінде біздегі дерек бойынша 24 адамның өлімі тіркелген. Бұл туралы не айтасыздар?
Ол жағын айтсам, бұл жол 4 жолақты болады. Ортасында разительный полоса болады. Енді қазір өзіңіз білесіз, ДТП-да бізде мысалы республикада 1900 дорожный транспорт происшествий. Соның ішінде 38% тек қана превышение скорости. Основная причина превышения скорости. То есть это участники дорожного движения не соблюдают скоростной режим. Қолы кеңнің жолы кең деуші еді. Біздіңше қолда тұрған ештеңе жоқ. Ауқымды қаражат бөлініп ақ жатыр. Мәселе сыннан көз ашпайтын жолда болып отыр. Біз айттық, тілімізді тістеп қалмадық. Қалғаны уақыт еншісінде.